Баршаңызға ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бұл көже ата-бабаларымыздың кезінен келе жатқан кеспе көже, өте дәмді, тойымды, тез дайындалатын көжелердің бірі. Етімізді, кез келген етімізді қазанымызға салып, суымызды құйып, қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін осылай бетіндегі көбіктерін тазалап алып тастаймыз. 2-3 мәрте алып тастаңыздар, сонда сорпаларыңыз тап-таза болып тұрады. Ендігі кезекте қамыр илейміз, оған тұз, жұмыртқа, ұн және де салқын су қажет болады. Кез келген мөлшерде ұндарыңызды електен өткізіп алыңыздар. Бір жұмыртқаны жарып, тұз суымызды құйып, қатты қамыр илейтін боламыз. Қажетті құрамын описанияға жазып қояйын, жазбасаңыздар да бұл тамақты 2-нің бірі жасайды. Әркім әртүрлі жасайды, сондықтан видеодағыдай қарап жасай берсеңіздер болады. Достар, мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Қоңырауша батырмасын ұмытпаңыздар басуды. Қамырымызды тындырып қоямыз. Біз бетіне сәбіз салдым, картошка салам, көк пияз, болгар бұрышын саламын. Және де қамырымызды жаятын боламыз. Осылай ең бірінші қолымызбен жұмсартып алатын боламыз. Өйткені біздің қамырымыз қатты болып иленді. Сонда біздің қамырымыз өте әдемі болып жайылады, езілмей, дәмді болып пісіп шығатын болады. Біраз болды ютубқа видео салмай кеткеніме, достар. Ютубымды, каналымды достарыңызға, таныстарыңызға таратып, қолдау білдіріп отырсаңыздар, бұдан кейін тұрақты түрде видео саламын деп айтамын сіздерге. Бұйыртса, Алла бұйыртса, неше түрлі рецепттер салам үй жағдайында. Міндетті түрде каналыма қолдау білдіріп отырыңыздар. Осылай қамырымызды шет-шетінен ғана жаятын боламыз. Ортаға ешқандай күш салмаңыздар, 2 шетін ғана жайып отырамыз. Доп-домалақ әп-әдемі болып жайылады қамырымыз. Егерде қамырларыңыз жұмсақ болып кетсе, онда жайылу да өте ыңғайсыз болады. Қисық-қисық болып, піскен кезде езіліп кетеді. Сондықтан салқын суға қатты ғып билесеңіздер, қамырларыңыз әдемі бір қалыпты жайылатын болады. Қатты жұқа қылып жаймаймыз, орташа қылып жаятын боламыз. Біздің етіміз пісті, піскеннен кейін осылай бетіне картошкамызды салатын боламыз. Яғни картошкамызды да пісіріп аламыз, болгарский перецімізді, яғни бұрышымызды салатын боламыз. Кейбіреулері салмайды екен, біз осылай саламыз. Сонда көжеміз ерекше дәмді болып шығады. Араластырып тағы да пісіріп аламыз. Тұзын көріңіздер, дәміне қарай тұз, бұрыш дәмдеуішін салсаңыздар болады. Мен осылай Галина Бланканың дәмдеуішін салатын боламын. Енді қамырымызды 2-ге бөліп, осылай орап, кеспе кесетін боламыз. Бізде қамырымыз әп-әдемі болып кеуіп тұр. Қамырын анашым өзім кесемін деді. Яғни енем. Жұп-жұқа етіп әдемі турайды анашым. Осылай қамырын жұп-жұқа етіп турап аламыз.
мен де көмектесейін деп қамырды осылай ұнынан ажыратып қазанымызға салатын боламыз. Араластырып қайнатып аламыз. Бізде тамағымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Етін турап бетіне салып беріңіздер. Укропын сеуіп пішіп көріңіздер. Өте дәмді ас болсын.